Мә, сен Египеттегі пирамидаларда құлдар салған деп ойлайсың ба? Ол өтірік екен. 1960 жылдары археологтер Гиза пирамидаларының жанынан құрылысшылар тұрған елді мекендерді тапқан. Ғалымдар әлгі жерлерді әбден зерттей келе, онда еркін адамдар тұрған дейді. Кейбірі тіпті фараондармен бірге жерленген. Айтпақшы, Египет пирамидалары фараондар мен олардың жұбайлары үшін қабір ретінде салынған. Ежелгі Египеттегі наным-сенім бойынша фараон қайтыс болғаннан кейін құдайға айналатын, ал пирамида арқылы фараонның жаны көкке тез көтеріледі деп ойлаған. Пирамида лифт сияқты қызмет етеді деп ұққан ба? Ал сен ең көне пирамида қалай аталатынын білемісің? Саккардағы Джосер. 4700 жыл бұрын салынған, ол алып баспалдақ тәрізді, е? Бір қызығы, пирамидалардың сырты өзгеріп отырған. Әуелгіде Джосер сияқты баспалдақ тектестері Хеопс сияқты теп-тегіс болып кеткен ғой. Айтпақшы, Хеопс Египеттегі ең үлкен пирамида. Биіктігі 146 метр. Әрбір қабырғасының ұзындығы 230 метр. Әппақ ақпен әрленген олар бұрын күнге шағылысып жарқ-жұрқ етіп тұрған. Ал біздің заманға жеткен пирамидалар басқаша ғой сәл-пәл. Жер сілкінісі мен құрылыс материалдарын тонаған адамдарға рахмет десек қате ма? Бастысы, бұларды құлдар салмағаны қуантады.